Томирис ұлын өлтірген парсы патшасынан кек қайтарып, оның басын кесіп алады да, соғыста жеңсем де. Бірақ сен бауыр етім баламды қыршыннан қиып, мені тірідей өлтірдің. Сол үшін сені қанға тойғызуға ант бердім. Енді сол қанды іш деп, оның басын қан толтырылған торсыққа салғызады. 2019 жылы экранға шыққан Томирис фильмі бұл тұлғаға деген қызығушылықты оятты. Жоңға шапқыншылығы кезінде ерлермен, әкелермен, ағаларымен бірге ектіресе жоға шапқан Абылай Сұлтанның қызы Айтолқынды, Қарасай Батырдың қызы Есенбикені, Бұланбай Батырдың қызы Айбикені ерекше айтуға болады. Тіпті Қабанбай Батырдың әйелі Гаухар барлау жасағын басқарғаны белгілі. Гаухар барлық ірі шайқастарға қатысқан. Бұл туралы әңгімелер жиі аңызбен астасып жатады. Осындай бір шайқаста Гаухар ұрыс даласына асау түйелерді айдап шығады. Мойнына